Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен байланыста Шымкенттен Сабыржан деген бауырларыңыз. Кеше бізде қар жауған тұғын. Міне Шымкентте электр қар жауды кеше. Сол түнде мен ұйықтап қаптым. Сағат 1:30-дарда ма свет өшіп қапты. Мен оның вообще есімде де жоқ. Қатты ұйықтап қаптым. Түнде тұрған да жоқпын. Азғанда келсем, балапандардың барлығы бұрыштап қылып жатыр. Міне, әйтеуір бірінші Алланың арқасы, барлығы дін аман есен, ешқайсысында ешқандай қайғылы оқиға болмаған. Барлығы бір-біріне жатысып жатыр. Бұл жерде мынау меніңше астына төсеген опилканың да бір рөл ойнап, опилка бір жағынан жылы. Қазірдің өзінен тұтып тұрсам, опилка жылы. Суық емес. Осы опилканың бір көмегі тиді. Және екіншіден, негізінде Кушинский деген балапандар видеоларында қараңыздар ютубтан, оқысаңыздар да болады. Негізі суыққа, ыстыққа төзімді құс. Өте бір сондай бір выносливый құстандай, ауыртпашылықты көтеретін, сіздің кейбір қателіктеріңізді кешіретін құстың түрі осы Кушинский. Оған тағы да бір көзім жетті. Әйтеуір Аллаға сансыз рахмет. Балапандардың барлығын әйтеуір осы Алланың арқасы бірінші дін аман есен алып қапты. Одан кейін ана жерде инкубатор тұрған, инкубаторда болды, почти 11 сағат тұрып қалды енді. Үйге кірісіп қойдым оны, глазынсыз көтеріп. Енді Алла қаласа енді шыққан шығар енді, одан да көреміз енді. Бұйырғаны. Міне, балапандар. Кормушканың бетін қойсам, дұрыстап жемей жатыр. Ал бұлай ашын өзін салып берсем, осылай жақсы жеп жатыр. Сөйтіп салып беріп жатырмын қазір кормушканы. Мынау қазір Крупи Востока деген жем бар. Осы жемді беріп жатырмын. Міне. Шашып бере салайын. Мынау Жамбылдың жемі. Жамбылдың жем кішкене ірі болып жатыр. Қазір қараңыздар. Жамбылдың жемі қайта ірі. Жамбылдың жемі онша жемей жатыр. Жамбылдың жемі кішкене өскеннен кейін барып берем. Пока Крупи Востокан бере берем. Крупи Востокан бір тағы да бір 45 күнге жетіп қалатын шығар Алла қаласа. Болмай жатса мынаны майдалап берем енді. Амал жоқ, кішкене майдалап үгітіп берем. Мынау 8.000 теңге тұрады. Менің жемі. Жамбылдың жемі жақсы жем, бар мақтап жатыр. Шымкентте 8.000 теңге тұрады. Балапандар осы ағайын. Сонда жаңалық болып бізде. Енді бүгін түнде ерінбей тұру керек. Осы. Байқаған жасты мұны. Қанаттанып қалған өзі. Көрінді ме мұны? Қанаттанып қалған. Көбісі қанаттанып қалған. Қоя қалса бір аптадан көлемінде барлығы жақсы кетеді. Үстіп аузын ашып қоям да, пешті қосып қоям. Осы жерде қарап тұрам. Ана құйрығына боқ қатқандар бар ма, жоқ па, аңдып тұрам. Болса бірден ұстап алып, бірден тазалап тастаймын. Енді онда асырағаннан кейін жеркенудің басқа қолдың қажеті жоқ. Үйтетін болсаңыздар, балапан саластыр ағайын. Сол үшін ол да кішкентай бала сияқты. Оған да қарау керек. Ұстап, сол кезде ғана нанын жейсіздер. Міне ағайын. Ал бауырларым, сәттілік. Жаңадан қосылған кісілер болса, подписаться деп басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.
Видео ұнаса лайк басып, комментариймен қолдап қойыңыздар ағайын. Сұрақтар болса комментарийға жазыңыздар. Бардынша білгенім жауап беремін. Мына бүгін айтпақшы бір күн либомицин берген жоқпын. Әшін су бердім. Ертең қайтып либомицин беремін. Жағдай осындай ағайын. Бәрі жақсы болсын. Шаруашылықтарыңыз дами берсін ағайын. Рахмет. Келесі кездескенше бәрі жақсы болсын.